Мынадай фитнес залдар адамның күні бойы жұмыста жиналған жағымсыз энергияларын шығарып, денсаулығын жақсартады. Бұдан бөлек тағы бір қалыптасқан стереотип бар. Осындай залдарға тек қалталы азаматтар ғана келеді. Бірақ дәл осындай залдарда кәсіпқой тұрғыда дамып жатқан спорттың түрлері бар. Оны біреу білсе, біреу білмейді. Тек қана кәсіпқой тұрғыда дамып қана қоймай, әлемдік, халықаралық, тіпті олимпиадалық деңгейдегі бағдарламаға үміткер. Мен қазір пауэрлифтинг туралы айтып отырмын. Бұл тақырып мені де қатты қызықтырды, сондықтан алдағы минуттарда барынша сараптама жасап көремін. Армысыз. Жаттығу залдары, спорттық залдар, немесе қазіргінің тілімен айтқанда фитнес орталықтары. Бүгінгі таңда оның түрі де, саны да көп. Бұрын бұл орындар көпшілікті қызықтыра бермейтін, кейінгі кезде керісінше келушілер қатары еселеп артып, күннен күнге одан сайын көбеюде. Бұған бір жағынан бұқаралық спортты дамытуға арналған қыруар мемлекеттік бағдарлама түрткі болды. Әсіресе президент 2020 жылға дейін ел тұрғындарының 30% спортпен шұғылдану керек деген тапсырмасы. Аталған бағыттың екінші тынысын ашты. Басқа жағынан жақсы бизнес, әуесқойларға осындай қызмет ұсыну кәсіпкерлерге керемет табыс әкеледі. Жұрт біртіндеп тағы да басқа ерекшеліктерін түсініп жатты. Бірақ дәл осы қарапайым залдағы жаттығу, олимпиада бағдарламасына еніп, оны меңгерген қарапайым адам олимпиада чемпионы болуы мүмкін деген ой ешкімнің басына кіріп шықпады. Менің меңзеп тұрғаным пауэрлифтинг. Біреулер оны Ресейдің, басқалары батыс елдерінің спорты деп жатады. Қалай болғанда да қазір оны жазғы ойындар қатарына қосу жайындағы әңгімелер жиіледі. Әсіресе батыс, оның ішінде ақш, бұл бағытта аса белсенді. Аргумент ауыр атлетиканы алмастырсын. Өйткені кейінгісі қазір допинг былығына әбден батқан және бұқаралық сипатынан айырылған. Ал пауэрлифтинг осы орайда нағыз керектің өзі. Қазір енді естіп отырмыз, олимпиаданың ойына қосайын деп жатқан, оны қосады. Сондықтан бүкіл адамдар енді кімдер айналысқан адамдар, олар өте қуанышты. Өйткені қаншама еңбектері бар. Пауэрлифтинг өзі бір не істеу үшін, жаңа жаттығуларды орындау үшін, ол да бір искусство ғой. Ол жай емес келіп темір көтеріп кету керек. Оның өзі программасы болады. Адамдар ойлайтын шығар, тек қана темір көтеру шығар деп. Жоқ, ол пауэрлифтингте әрине жүгіріс те бар, турник те бар, легкая атлетиканың элементтері де болады. Сондықтан пауэрлифтинг ол да айтқанымен ол оңай емес. Наша федерация, то есть, в которой мы выступаем. Біз өнер көрсететін федерацияны халықаралық олимпиадалық комитет бірнеше жыл бұрын мойындаған. Арнайы бағдарлама жасалды. Жарыс ережелері бірізге келтірілді. Жалпы осындай қадамдар біртіндеп жазғы ойындарға келеді. Әрине, бұл бастама біздер үшін үлкен қуаныш. Өйткені елімізде онымен кәсіпқой тұрғыда айналысатын адамдар өте көп. Тіпті әлемдік дәрежедегі көрсеткіштеріміз де жақсы. Сондықтан олимпиада бағдарламасына қосып жатса, жерлестеріміз одан құралаққан қайтпайды деп ойлаймын. Бұл әрине болашақтың, мүмкін алыс болашақтың әңгімесі. Әзірге күнделікті жаттығуымызды жасап, халықаралық және құрлықтық додаға дайындықты жалғастырамыз. С каждым днем люди все больше и больше интересуются. Адамдардың қызығушылығы күн өткен сайын артып келеді. Аталған спорт түрі ең алдымен денсаулыққа пайдалы. Көптеген аурулардың алдын алады. Негізінде пауэрлифтингпен осы үшін айналысады. Ал бертін келе шығып жатқан бастаманың қаншалықты іске асатынын білмеймін. Бірталай жұмыс жасалу керек. Ал енді расымен олимпиадаға қосылып жатса, спорттың бұқаралық сипаты одан әрі күш алып, осындай залдарға ағылушылар қатары арта береді.
Сырттай қарағанда пауэрлифтингті аяқ астынан Олимпиада бағдарламасына қоса салу қисынсыз, түсініксіз және жалпы мүмкін емес сияқты. Бірақ аяқ асты деген сөз келіңкіремейді, ол қажетті деңгейдің бәрінен өтті. Яғни құрлықтық, әлемдік және паралимпиадалық жарыстар болады. Әсіресе соңғысы қазір үлкен абыройға ие, оның ішінде біздің елде. Дәлел ретінде Риодан келген күмісті айтуға болады. Сондықтан пауэрлифтинг үшін қазір бағынбай тұрған жалғыз меже Олимпиада. Осыған орай қазір барлық ережелерін бір жүйеге келтіруге күш салынуда. Себебі ақшаның иесін сезген қалталы азаматтар қазір пауэрлифтингтен небір федерацияларды ашып алған. Ал олардың басын бір қазанға сыйдыру қияметтің қайымы. Расымен де қазір пауэрлифтингтің ережелерін біріздендіру өте күрделі мәселе болып тұр. Бірақ соған қарамастан бүгінге дейін бір жүйеге келтірілген ережелер бар. Мәселен, әр жарыста ол ел біріншілігі болсын, халықаралық дода болсын, әлемдік дода болсын, төрешінің үш бұйрығын бұлжытпай орындау керек. Старт! Жим! Стой! Міне, осы бұйрықты орындамаған спортшылар бұнда 100 келі болсын, 500 келі болсын, нәтижесі есепке алынбайды. Жарайды, ереже реттеле жатар. Қалай болғанда да аталған спорттың еліміздегі дамуы көңіл көншітерлік. Жылына бірнеше Қазақстан чемпионаты өтеді. Құрлықтық деңгейде ең үздік нәтижелер көрсетеміз. Қазір Азияда жерлестерімізбен бәсекеге қабілетті спортшылар өте аз. Тек әлемдік деңгейге келгенде жүлде алу өте ауыр. Өйткені аталған спорттан алдына жан салмайтын Ресей, Украина, ақш сияқты елдердің білекті жігіттері мен қыздары бар. Сейчас, я надеюсь, что уже буду готовиться на чемпионат Азии и Океании. Желтоқсан айында Жаңа Зеландияда өтетін Азия чемпионатына дайындалып жатырмын. Одан кейін әлемдік додаға қатысам. Қарсыластарым өте мықты. Көпшілігін жеке, кейбіреулерін сырттай танимын. Бірақ біздің қыздарда осал емес. Кейінгі жылдары жақсы нәтиже көрсетіп жүрміз. Жұрт нәзік жандыларға бұл спорт түрі ауыр деп жатады. Бірақ мен үшін еш қиындығы жоқ. Керісінше өмірімнің ажырамас бөлігіне айналып кетті. Ольга айтып отырған әлемдік чемпионаттарда жарыстың жалпы үлгісі әбден қалыптасқан. Және ол өзінің Олимпиада ойындарына лайықты екендігін дәлелдеді. Яғни ауыр атлетикадағы екі кезең сияқты пауэрлифтинг 3 бөлімнен тұрады. Нақтырақ айтсақ, спортшы зілтемірді жатып, отырып және тұрып көтеруі керек. Ал қорытынды осы 3 көрсеткіштің жалпы есебімен шығарылады. Тағы да ауыр атлетика сияқты. Аталған спорт түрін Олимпиададан алып тастау керек деген ұрандардың жиі айтылып жүргені де сондықтан. Тағы бір жиі алға тартылатын дәйек пауэрлифтингтің қауіпсіздігі. Яғни ауыр атлетикаға қарағанда жарақат аз алынады және тағы да салыстырмалы түрде денсаулыққа пайдалырақ. Штанга жалпы жаты көтергенде көкірек қуысына күш саламыз. Өйткені бұнда қан айналым жүйесі жақсы дамиды. Өйткені бұл жер біздің өкпеміз кіші қан айналым шеңбері болған соң, біз бірінші осы жердегі қан айналым шеңберін жақсартуымыз керек. Және де сан, біз бұнда штангілерді тұрып, отырып көтереміз. Бұнда мақсатымыз аяқтың бұлшық етін жалпы үлкейту емес. Онда біздің денеміздегі салмақ масса дейміз, соны қосу үшін жасаймыз. Осындай әдіспен әуесқойлар аптасына 3 мәрте, ал кәсіпқойлар күнделікті айналысады. Жаттығулары 1-2 сағаттан бастап 5-6 сағатқа дейін созылуы мүмкін. Бастысы дайындықта қауіпсіздікке қатысты ережелерді ұмытпаған абзал. Тағы бір айта кетерлігі, пауэрлифтингте сырттай барлығы қолмен жұмыс жасап жатқан сияқты болғанмен ең үлкен күш аяққа түседі. Яғни аяқ негізгі рөл, одан кейін ғана барып бел, одан кейін, яғни 3-ші орында ғана иық пен қол. Сондықтан спортшылар штангаға жақындамас бұрын жарты сағат, тіпті 1 сағат аяққа жаттығу жасайды. Бұл осындай фитнес залдарда пайда болып, олимпиадалық деңгейге жеткен бір спорт түрі ғана. Басқалар да жетерлік. Өкінішке орай уақыт шектеулі, сондықтан келесіге қалдырамыз. Сау болыңыз.